Біз дұға бұл мұсылманның бір құралы, бұл да құлшылық. Хадисте келеді, кім дұға жасамайтын болса, Алла субхана ва тағала ондай үмбетті қорытып, орнына дұға жасайтын үмбетті алып келеді дейді пайғамбар алейхиссалам. Кейде пенде бір-бірінен сұраса ренжиді, сұрай бермесейші дейді. Еңбек етсейші деп ренжиді. Алла тағаладан сұрамасаңыз Алла ренжиді сізге. Неге сұрамай етсін дейді. Пендеден сұраса ренжиді, Алладан сұрамасаң Алла ренжиді. Алладан сұраған сайын не Алла береді екен. Бірақ оның жолдары бар. Құран кәрімде Алла тағала айтады, сендер менен сұраңдар, берем, бірақ сендер де менің айтқанымды істесіңдерші дейді. Алла субхана ва тағала, құрметті момындар, ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха. Пенделердің шамасы келмейтін нәрсені жүктеген жоқпын дейді. Алла субхана ва тағала бізге нені бұйырған болса, неден қайтарған болса, оған біздің шамамыз келгендіктен. Шаман келгендіктен осы нәрсені істеп қойды Алла субхана ва тағала, бізге парыз етті. Бұл өмір сынақ өмір бауырлар. Бұл өмірде адам алейхиссалам бері неше миллиардтан адамдар өмірге келіп кетті. Ертең қияметке шейін неше миллиард адамдар келіп кетеді, Алла біледі. Санын біздің неміз жетпей қалады. Бір уақыттар келген кезде бәріміз ескерусіз бір төмпешек болып қаламыз бәріміз. Пайғамбар алейхиссалам айтты, қазір қарап отырып, мына жерде бауырларымызды көріп мен көзім қуанып тұр. Бірақ бір ғасырдан кейін осы жерде ешқайсымыз қалмайды екен. Оны пайғамбар айтты. 100 жылдан кейін, яғни бір ғасыр ғой. Бір ғасырдан кейін сендерді көріп тұрған, сендерді естіп отырған біреуін қалмайсыңдар деген. Бәріміз аттанып кетеміз сол жаққа. Бұл жерлерде иншалла біздің ұрпақтарымыз қалады. Біздің ата-бабаларымыз осы Иманғали мешітінде намаз оқыған екен. Осы жерде олар дәріс қылатын еді марқұмдар. Деп олар бізге Құран оқитын болады бауырлар иншалла. Мына өмір қысқа өмір. Пайғамбар алейхиссалам бұл өмір жайынан сұраған кезде бір жолаушы адам үлкен жапан далада, сахарада келе жатып, үлкен бір талды көрді. Жалғыз тал. Астында қалың көлеңкесі бар. Сол сапарда келетқан адам сол көлеңкеге отырып тынығып демалды дейді. Бірнеше уақыттан кейін қайтып жол жүріп кетті дейді. Сол талдың астындағы көлеңке осы өмір деп айтты пайғамбар алейхиссалам. Өмір екен сол. Бәріміз ұзақ сапардан келдік. Алдымызда не күтіп тұр? Ұзақ сапар күтіп тұр. Біз дұға қыламыз, ұзақ сапарымызға жеңілдік берсе екен деп. Дұғаға сәйкес амалда болу керек екен бауырлар. Дұғаға сәйкес не болу керек? Амал болу керек. Мысалға айтатын болсақ, муслимина ва муслимат, муъминина вал муъминат деген Құранда аяттар бар. Момын деген кім, мұсылман деген кім? Екеуі бір адам емес па? Десең, жоқ, екеуі екі адам екен. Мұсылман деген исламды қабылдаған адам. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деп калима шахадан айтқан адам кім болады ол? Бірақ ол момын емес. Момын деген кім десе, Алла субхана ва тағала 40 парызын орындап, қайтарғаннан қайтқан адам екен. Бауырлар, қазір қоғамда момындардан мұсылмандардың саны көп болып тұр. Мұсылман болып жүре бермейік. Кім болайық енді? Момындық деңгейге көтерілу керек бізге. Өйткені басқа дін өкілдерінің өзі қазір мұсылман болып жатыр. Сен туылғаннан бері мұсылман болып жүрсің. Ал басқа дін өкілдері не істеп жатыр бауырлар? Исламды қабылдап жатыр. Исламды қабылдап жатыр. Мынау пәни жалған дүниені біз есімізді білгеннен бері мұсылман болып жерді басып келе жатырмыз, альхамдулилля. Бірақ үлкен нығмет ол. Алматы қаласында бір христиан жігіт исламды қабылдады. Бәріміз қуандық сол жігіт қабылдаған кезде. Негізінде көбінесе христиандар басқа дін өкілдері қабылдаған кезде бір мәрте калима айтады. Жаңағы орыс жігіт 10 мәрте айтты. Айқайлап тұрып айтты. Көңілі босап тұр, жылағысы келіп. Кейін бізден сұрады. Мен мұсылман болдым, Аллаға шүкір, енді не істеуім керек дейді. Сен де намаз оқисың иншалла. Саған үйретеміз бәрін. Жаңағы жігіт мен бәрін істеймін деді. Бірақ сол жігіттің 3 күннен кейін жаназасын шығарды. Жаңағы жігіт 3 күннен кейін қайтыс болып кетті. Бірінші естіген кезде көңіліміз босап, кішкене көзге жас келді. Артынша өзім кішкене қуандым. Альхамдулилля, ол кім болып кетті өмірден? Ең маңызды сол ғой. Мына жалған өмірде 3 күн мұсылман болып жерде жүрді. Ал біздер қарасақ, жұмадан жұмаға, айттан айтқа түк болмағандай болып жүрміз бауырлар. Оның қадірін білу керек. Алла субхана ва тағала бүгін түнімізге тыныштық берсін. Ертең таң намазға жетуді біз Алладан дұға қылып сұраймыз иншалла. Таң намазға жеттің бе? Шүкір деп Алла субхана ва тағала жалбарынып сәждеге жығыл.
Таң намаздан кейін 5-ге жетуді Алладан сұраймыз біз. Не үшін сұрап жатсың? Өйткені өмірің ұзарған сайын сауабын көп жинап қалғымыз келеді. Бауырлар, ертең қияметте бір сауапқа зар болып қаламыз. Қазір субханалла деп айтсаң, оған еселеп берген сауапқа біздің санымыз жетпей қалады. Жай айттың, субханалла. Мағынасы, Алла субханала тағала бүткіл кемшіліктен пәк деп айттың. Жеңіл ғой тілге. Бірақ ертең қияметте оның сауабы ерекше бауырлар. Жанымыз үзілгеннен кейін осы субханаллады айта алмай қаламыз. Намаз оқи алмай қаласың. Амал істей алмай қаласың. Сол төмпешек болып топыраққа жатамыз бәріміз. Демек, Алладан біз дұға қылып өмірімізді сұраймыз, не үшін? Көп амал істеп қалсақ екен. Ал амал істемеген адамдарды, Алланы еске алмаған адамдарды пайғамбар алейхиссалам өліп қалған адамдарға теңеген сондайларды. Алланы еске алмаған адамдар өлген адамдар олар деді. Тірі адам деп, Алланы еске алған адамдар тірі деп айтылар деді. Демек, еске алу қандай мен болады екен? Отырып алып, Алланы деп отырмайсың, амалға өтесің. Намаз уақыт келді ме, ләббәйк Аллахума ләббәйк деп орнынан атып тұр. Барып дәретіңді алып, азанға жауап бер, мешітке кел. Болмаса үйіңде оқы. Рамазан айы уақыт келе жатқан кезде қазірден бастап дайындалайық бауырлар. Қазірден бастап. Өйткені бұл Ражаб айын ғұламалар бұны мынандай неге теңейді? Егін егетін ай Ережеп айы дейді. Шағбан айы сол еккен егінді суғаратын ай. Рамазан айы сол еккен егімізді оратын ай. Жеміс алатын ай екен. Рамазан айында біз жеміс алуымыз керек, иншалла. Еселеп болады өте сауаптар. Рамазан айындағы әрбір сәтімізді бауырлар біздің оған ақылымыз жетпейді, Алланың беретін нығметтерін. Оның сауабын біздің күнәларымызды кешіргенге біз ақылымыз жетпейтін жағдайлар болады. Сол қадір түніндегі бір сәттің өзін не деді? 1000 айдан артық деді. Бір адамның 73 жылдық құлшылығына артық сауап алады екен. Бір түндегі бір сәттің өзі ол, қадір түніндегі. Ал Рамазан айы бауырлар басынан соңынан шейін бұл үлкен сондай құлшылық жасап қалатын ай. Кейде естіп қаламыз, Рамазан өтіп кетті деп тұратындар бар. Өткенде ғана келатып естіген, бітіп қалды ма деп тұратындар бар. Оларға өкініш. Өткені мына миллиардтаған Алланың рахматы келді, сауап алатын адамдар махрум қалды. Ертең қияметте бауырлар осы амал істегенімізге қуанамыз бәріміз. Осы бір сәтте, осы мешітте отырғанға мен де қуанам, сіз де қуанасыз. Өйткені осы бір сәтіміз бұл Алла субханала тағала рахматына бөленетін уақытта отырмыз. Әл-Маруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.